соң отырып бәрі біткеннен кейін сол жерде өзіме сөз беріп кеттім мен. Все, мен келесі не ақ загородның ішіне ары қарай кіреміз деп что. Все деп соны келесі сабақ Түркістанда болды ғой как раз. Түркістанға бардық, как раз 4 ай өтті, 4 айда біз ет жаптық как раз. 4 айда ет жаптық та уже ең ішіне кіретін болдық. Ақ столдың ішіне кіріп, ақ столда тұрар ғой бәрі. Біз бәріміз мына жақта отыратынбыз. Соны ақ столдың ішіне кіретін болдық. Соны отырып, домалақ столдарды армандап жүрміз. Домалақ столдың ішіне барып отырсақ, сол армандау керек, армандау бәрі орындалады. Сіздерге психологиялық көмегін айта кетейін. Например, мынандай бір эксперимент болған екен. 3 труба бар, бірінші, екінші труба. Осы 3 трубаның біреуіне сыр қояды да тышқанды жібереді. Сосын тышқан бірінші трубаға кіреді, сыр жоқ, шығады, екінші трубаға кіреді, сыр жоқ, үшінші трубаға кіреді, сыр бар жейді. Сөйтіп ол бір жыл солай жүреді. Бірінші трубаға кіреді, жоқ. Бір күндері ол сразу үшінші трубаға келеді да, сырын жейді да қайта келеді. Есік ашылады, тышқан жібереді, тышқан үшінші трубаға барады, сырын жейді да шығады. И бір жылдан кейін алады да жаңағы нені сырды бірінші трубаға алып барады. Сосын тышқан есік ашылады, кіреді да үшінші трубадан барады да сырын қараса жоқ. Сосын екінші трубаға кіреді, жоқ. И бірінші трубаға келеді да сырын жейді. Сөйтіп екінші күн ашылады, сөйтіп ол үшін қайтадан бірінші трубаға. Бізде адамдарда қалай? Бізде мысалы бір бизнес бар, иә? Осы құлымызды аштық, әлбәт бір көрсетіп жүреміз, сырымызды жеп жүрміз, бақыттымыз. Құдай бізге көрсетті, үшінші труба бар екен, сыр бар екен. И бір күні бірдеңе болып қалады өзіміз. Клубта адамдар кетіп қалады, ковид болып қалады, білмеймін, бірдеңе болып қалады, сыр жоқ. Таңертең клубтан келсе сыр жоқ, клиент жоқ, или там бір кетіп қалған, или там супервайзер кетіп қалған, ұрысып қалған білмеймін. Сыр жоқ, бізде не істейді? Сол үшіншіде отырады да жылайды алдына. Алла, мен не істеп қойдым, төбесін ұрады, ұрады, депрессияға түседі, жылайды, ана үшінші трубадан өледі. Все, мен бизнесім өлді, мен өлдім деп өліп қалады да. Біз даже тышқан өлген жоқпыз да.